Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ құймақ дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызға қантымызды, тұзымызды қосып араластырамыз. Жылы айранымыз бен ас содасын қосамыз. Ұнымызды електен өткізе отырып қосатын боламыз. Бір қалыпқа келгенше араластырамыз. Қызып тұрған табамызға майымызды қойып, құймағымызды қасықпен шетіне құймалап шығамыз. Орташа отымызда пісіретін боламыз. Бетінен түйіршіктер пайда бола бастап, асты қызара бастаған кезде бетін аударамыз. Каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Асты қызарғаннан кейін алып, шетінен пісіріп аламыз. Құймағымыздың дәмі өте керемет, жасап көріңіздер.